Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өзбек халқының белгілі тамағы машхурданы жасаймыз. Бұл тағам өте пайдалы әрі дәмді болып шығады. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Алдымен керекті заттарды дайындап аламыз. Мен машты жақсылап жуып алған соң, оны жылы суға жібітіп қоямын. Және көкөністерді турап дайындап қоямыз. Ең алдымен осылай пиязды өте ұсақ кубик етіп кесіп алған дұрыс. Және болгар бұрышын алып, оны да ұсақтап осылай кубиктеп кесеміз. Осыны қосу өте маңызды. Тамаққа керемет дәм береді және хош иіс береді. Сәбізді де дәл солай кубиктеп кесіп аламыз. Екі қызанақты алып, оның да артық жерлерін алып тастаймыз. Және ұсақтап кесіп аламыз. Қазанға азырақ майды құйып, етімізді пісіріп аламыз. Менде осындай сүйекті ет болғаннан кейін туралмаған. Осыны жақсылап қуырамын. Еттің суы тартылғанша осылай баяу отта қуырып аламыз. Суы тартылып, кішкене қызарғанға дейін осылай сарғайтып қуырып аламыз. Үстінен пиязды саламыз. Оны да 3-4 минуттай пиязды сарғайтып қуырып аламыз. Үстінен қызанақты саламыз. 3 минуттай қуырып аламыз. Және болгар бұрышын салып, оны да дәл солай қуырамыз. Сәбізді де саламыз. 3-4 минуттай сәбізіміз қуырылған соң, томат пастасын саламыз. Томат пастасын да қуырып алу өте маңызды. Осылай жай ғана қуырсаңыз, шикі болып қалады. Осылай 3-4 минут қуырсақ, томаттың иісі өзгеріп, суы тартылып, әдемі болып қуырылады. Үстінен 2-2,5 литр су құямыз. Міне қайнатуға қойдық. Енді бетіне шыққан көбігін алып тастаймыз. Сорпамыз өз бабында осылай қайнап тұр. Енді үстіне жібітіп алған машты саламыз. Маш менде кішкене ісінген. Енді бетін жауып, тұзын салып, жарты сағатқа қайнатуға қоямыз. Оған дейін картопты дайындап алсақ болады. Картопты басқа көкөністерге қарағанда ірілеу қылып турап аламыз. Қалауыңыз бойынша укроп, петрушка қосуға болады. Менде укроп бар. Укропты және сарымсақты турап дайындап қойдым. Міне машымыз пісті. Жарты сағат тұрды. Маш бұл жерде тек аздап жарылып пісті. Енді машымыз осылай жарылып піскен соң, енді сорпаға картопты саламыз. Және жуып дайындап алған күрішті саламыз. Енді осылар картоп пен күріші піскенше сорпамызды қайнатамыз. Мен сүйекті бөлек алып, осылай турап аламын.
және сорпаға қайта салып жесек өте ыңғайлы болады. Және сорпа піскен кезде сарымсақты және аскөктерді салуға болады. Осындай дәмді, пайдалы сорпаны жиі жасап тұрыңыздар. Сорпамыз дайын. Өте керемет, дәмді, хош иісті сорпа болды. Сіз де осы рецептпен жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және парақшаға тіркелуді ұмытпаңыз.